Do'stlar ham qahramonlar. Рим империясы hamma yerlerdi basib olgan edi. Soning ishinde Misrdagi vatanim Iskandariya qalasi da bar edi. Sol kezlerde meni Maki deb chaqiradigan edi. Qalamiz jasrin sirlarga to'li edi. Hakim Yahudiyadagi qo'zg'alonchilarning jayilib ketuvidan qo'rqib, Yahudilar menen Masihiylarni yo'q qiluvdi buyurdi. Men ham do'stlarim bo'lsa ortqa qaytmadim. Xalqimizning qahramonlari haqida voqealar aytib, tez arada bizlar de qahramonlarga aylandik. Levitan. Bugün balık negadir uslanmayotir. Menimcha, Buni esting ba? neni? Deniz maxluqim ba? Yag'i, ne ahmoqsan ba? Gördün mü? O neydi? Xudayım. Deniz maxluqi bo'lmagani yaxshi bo'ldi. Buni bizlar yili bilmaymiz. Ajoyib. Wol apoyi kemi. Apoyi kemi barshin. Jiyenim ekenini senbiyatirman. Bul Leviatan kemesi go. Onu Rimning ullu injeneri Klaksus jaratgan. Ol Galilaga baratırıp, usu jerde to'xtab o'tedi. Onun katapultleri minglab qo'zg'alonchilarni birden yo'q qila oladi. Said, bilesің bе? Артығынан көп оқу деген гәп бар. Ya, dünyanın en жақсы инженері болуды қалаймын. Әлбетте боласың. Бірақ хәтте ұлы инженерлер де дем алып тұрады. Музыкаға не дейсің? Әке, iltimos, жұмысымды болуым керек. Said, бұны керексіз деп ойлама. Дауд һәм Шаул вақиасы ядыңда ма? Патша Шаул жүдә қайғылы адам болған. Кейде ол күнлеп кеусіз жатар еді. Ешкім оған қуаныш келтірмейтін еді. Sizge muzika jardam beradi. Arfashini tavayıq. Ol жүрегіңізге тынычлық beradi. Сондай адамды тауып бұл жерге алып кел. Bir kishini bilaman. Ol Beytlehemli Dihan, Ishayning uli. Дауыттың сазы патшаның көйлін көтерді. Патша көйлсіз болғаны да, Дауыт оның көйлі көтерілгенше арпасын шертер еді. Шаул Дауытты жүдә жақсы көріп қалды. Һәм оның өзінің нөкері қылып таярлады. Ал, Zor voqea ekan. Rahmet, men o'quvima qaytuvim kerak. Said. Tepshesh endi. Maki. Bilasan, men kerak vaqtda kelaman.
Бұл haqında саған кім айтты? Маки, білесең ба, бір қайық. Яқ, кеме бар. Оны көруің керек. Ол ертең келеді екен. Ол дүниядағы ең үлкен қайық. Кеме екен. Яғай, ау ажыған біздерді қатте портқа да жақыластырмайды ғо. Маки, хазілсіз. Ол кеме ұрыс үшін. Оны Галилиядағы қозғаланшыларға қарсы слетпекші. Бірақ акеміз Галилада? Білемен. Жылама, Леях. Даниэлге еш нәрсе қылмайды. Біздер әлбетте жолын тауамыз. Сондай ма? Ава, әлбетте. Оларға бекер айттың. Аке, қозғаланшыларды ескерту жолы бар ма екен? Ешкім бұл кемеден тезірек болмайды. Ондай болса, кеме еш қашан Галилаға жете алмауы керек. Басың іслеме, бұның үшін мыңлаған адам керек. Ямаса, біздерге бір ақылы бала керек. Саид, илтимас, саған уәде беремін. Тез барып келеміз. Саған тек бір нәрсені көрсетуім керек. Маки, қазір мен тек оқуым керек. Саған кемелер жақады ма? Ол дүниядағы ең үлкен кеме. Содан басламайсан ба? Сен менен баратығынымды ата-анама айтаман. Яқ, тоқта. Білесен бе, менімше оларға бұл фікір жақпауы мүмкін. Айнадан қашамыз. Біздерге сөз келмейді ма? Әлбетте келмейді. Саид, енді не дейсен? Бұл ажайып қо. Не? Ажайып? Мен hazilmanisте айттым. Оны қалай шөктіреміз? Шөктіреміз? Ол жүда үлкен қо. Ал бұның ұлума іләжі жоқ. Онда Дэниел һәм қозғаланшылар анық өлуі мүмкін. Қара, Маки, ол кемені Клаксус құрған болса, ол шөкпейді. Ол жүда ақылlı адам. Бірақ сен де ақыллысан. Мыңлаған қозғаланшының өмірі нені білдіруіні білесен. Ойлап көр. Білемен. Кемеге бір қараса, ол жүда үлкен. Оның қалын тіреклеріне қараса, геудесіне өткір тұмсығына қара. Мен жаратқан кемені үйреніп атырсам ба? Клаксус, сіз жаратқан һәмме нәрсені үйреніп шыққанман. Сізді көргенімнен қуанышлыман. Жасларда бұндай қызығуды көру да жақсы. Уста Клаксус, бұл балаларға уақытыңызды кетірмең. Хакім Тиберий мені, сізді зияпатта күтпекте. Және фикірлер келді ма? Есіңнен шығар, Маки, бұның іләжі жоқ, ол жүда үлкен. Даудқа да тап сондай деген. Және сол Дауд хақында ма? Құлақ сал, ақылы бала. Бұл қатте саған да пайдалы болады. Израиль халқы Голиат атлы әскері бар филистер менен ұрыс жақасында еді. Тап осы жерде бүткіл армияңыз менен күресемен. Қане кім бар? Ең жақсы әскеріңіз менен ұрысаман. Ол мені өлтірсе, Филист халқы сізлерге құл болады. Егер мен өлтірсем, онда біздер сізлерді өзімізге құл қыламыз. Голиат Даудтан 2 есе ұзын еді. Басында қоладан дуылға, үстінде қоладан сауыт, аяқлары қола дизе қап менен қапаланған, һәм қола қылышы бар еді. Дауд Израиллар ардасындағы ағаларына ауқат алып келген еді. Ей Израил әскерлері, мені естіп тұрсызлар ма? Голиатты өлдіргенге патша үлкен сыйлық берер екен. Хатте сол адамды қызына үйлендіруге де даяр екен. Яқ, ау сен жас баласаң. Патшам, ешқандай филистлік біздерді қорқыта алмайды. Барып, ол менен өзім ұрсаман. Голиат жаслығынан бері жауынгер. Бірақ, мейлі. Керек болса, оған қарсы ұрысқа шыға ғой. Оның менен ұрыс.
Мен не саған итпедім. Маған таяқпенен шығасаң, сені құсларға, һәм жыртқыш хайуанларға жем қылайын. Сені өлтіріп, басыңды алып таслайман. Көрдің ба, Саид? Дұшпаның қанша үлкен болмасын, оны барбір жеңу мүмкін. Маки, айту менен істеудің парқы бар. Ол ненің даусы? Бұл кемедегі катапультаның даусы ғой. Олар көне-менен шынығу қылып атыр. Қозғаланшыларға қарсы тайрылық көріп атыр. Бір пікір келді. Міне, бұл қол бұл жерге келгенде үлкен тасты лақтырады. Олар барып қозғаланшыларға тиеді. Дұрыс. Бірақ, егер мына бөлегін алып тастасақ не? Аха. Әне, тас туыры кеменің полына кіріп, оның түбі менен тесіп өтті. Құл. Тек міне, бұл екі жерді босатасаң. Бұл жерді, һәм бұл жерді. Тек кемедегісін. Дұрыс, бірақ ол катапульта менен қандай қылып жақынлайман? Маки, ақыллылар да көп нәрселерді білмейді. Саид, бұны анық еплей аласан ба? Біздер саған есендік. Ол жерде не қылып атырсаң? Сені қуандырып атырман. Музыка шеткенге теңге атпайды ма? Хақиқи музыкашыны алып кел. Кейін атамыз. Hey, шертпегенің үшін саған неше пұл берейік? Жоқ бол. Музыкаңды да жоқ бол бұл жерден. Ұрылар, қарақшылар, ұслаң оларды. Ұслаң оларды. Ұслаң. Тезірек. Қолға түстіңіз ғой. Оларды төменге қамап қойыңлар. Біздер қарақшы ямаса ұрлар емеспіз. Бұл қате. Не үшін кеме менен шомып кетуіміз ойымнан кетпей атыр? Маки, ұмытыңды жоғалтпа. Патша Хирет Юханның ажағасы Яқыпты өлтіргеннен кейін болған уақия ядыңда ма? Көпшілік қолға алынды, һәм оларды басқа ешкім көрмеді. Қалғанлар болса,
қорқып үйлеріне жасырынды. Бірақ Петр жасырудан бас тартты. Сонда Хиродтың әскерлері оны ұстап, қамаққа таслады. Оның достары Петрді енді қайтып келмеуіне сірә гуман қылмайтұғын еді. Петрді күні-түні қаралау үшін Хирод 4 топар әскерлерін қойды. Ол Яқыпты қандай өлтірген болса, Петрді да сол жол менен өлтірмекші еді. Сол түнде Петр ұйықтап қалды. Бірден хананы жарықлық қаплады. Орныңнан тұр. Аяқ киіміңді ал. Кейінен ізімнен жүр. Петр оның айтқанын қылды, бірақ бұны түс деп ойлады. Бұны байқайман дегенше, ол азатлыққа шығып болған еді. Сонда ол бұлардың түс емес екенін біліп қалды. Петр сол кезде Юханның анасы Мариямның үйіне асықты. Үйдің ішінде достары ол үшін дуа етіп атырған еді. Қызметші қыз Петрді көріп қалып, албырағандан хатты естіді, аша алмады. Ол басқаларға айтуға асықты, бірақ олар оған сенбеді. Петр қашып құтылғанына достары сенбеген еді, бірақ олардың батыр жетекшісі аман сау қайтқанына қуанышлы еді. Көп өтпей, Петр көшелерде сөйледі және дауам еттірді. Жақсы, бірақ білесіз бе, біздердің құтқарушымыз тезірек келсе жақсы боларды. Саид, анаң азанғы ас даярлады. Саид? Қазір олар катапультаны ісілетуді басылайды. Оларға айтуымыз керек. Біздерді өлтіреді. Оларға айтпасақ, шөгіп өлеміз. Жақсы таңлау екен. Мүмкін ол ісілемей қалар. Менімше яқ, ау бұны Саид жаратқан ғой. Катапульта атуға таяр. Сакраңлар. Саид хақында дұрыс айтқан екенсен, егер бұл жұбатса. Кемені қалдырың. Кемені әмме қалдырсын. Кеме шөгіп атыр. Тезірек Бұл әрекетленің. жерде не қылып отырсың? Сені ізлемеген жерім қалмады. Бұған уақыт жоқ. Әке, ұлыма жоқ. Тоқта. Сен? Кеме? Маки? Сен қозғаланшылар менен бірге ма? Білемен. Анаң менен саған бұл хақында неше мәрте айтқан едік. Бұны қандай нәтижелерге алып келуін білесен өзі? Әке, тоқтаң. Iltimos qilaman, mаған құлақ асың. Егер анаң біліп қалса, ол менің көшімді жейді. Түсінесің бе? Оларды өзім құтқараман. Кеме ішінде адасып қаласыз. Мен бұл кемені жақсы білемен. Қайықта күтіп тұрың. Davam ettin. Suды таси берin. Kemeni saqlab қалу керек. Tezsiz. Mening eng үлкен жеңісім. Онда емес. Сенің жеңісің емес. Бұл жерде не қылып атырсаң? Менің достарым осы жерде.
Siz çöldегі адамларға су жеткеру үшін жаплар құрғансыз. Үйсізлерге үй құрып бергенсіз. Адамларды жақынластыру үшін жақсы көпірлер құрғансыз. Бұл кеме болса, тек адам өлтіру үшін құрылтырылған. Маки! Саид, бұл жерде емес, біздерді құтқар. Ол бейтаныс құтқарушы емес, бірақ қарсы емес пен. Саид, еплей алмайсаң, өзіңді құтқар. Hey! Tezrek, ketdik. Ya, dostlarım ne? Tezrek. Ол біздерді барбар құтқармайды. Ұлым, сеніміңді жоғалтпа. Оларды таслап кете алмаймын. Taslab ketmaymiz. Buni төменге түсір. Осы айнадан өте аласың ба? Ава, өтемен. Онда арқанды шынжырға байла. Бұны болса ешекке байлап қой. Ay! Ауа! Ауа! Азатлық! Ажайып! Натан бұнда іске қолың да ұрмайды деп ойлар едім. Мүмкін ол құтқарушымыз шығар. Кеттік пе? Бұл ұлыңыз ба? Ол жүда ақыллы екен. Кемемді шөгуге ол жәрдем бергенін білемен. Яқ, ол ақыры жас бала, ол қылмаған. Әммесі жақсы. Мен ешкімге айтпайман. Айтпайсыз? Ауа, жас бала шөктіретін кеме құрғанымды біліп қоя қойса, ұятқа қаламан. Яқ. Мен бұны сыр сақлайман. Бірақ бүгіннен баслап мен және үйлерді, көпірлерді, һәм жапларды құруға қайтаман. Маған ашуланбайсыз ба? Азырақ, бірақ мені басқа нәрсе қызықтырады. Мысалы, анаңа не деймін?